Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өкпе қуысының салыстырмалы перкуссиясы. Перкуссия науқастың тұрған немесе отырған қалпында жасалынады. Перкуссия тұрған қалпында науқастың оң жағында болуымыз тиіс. Және де науқастың кеуде бұлшықеттерін босаңсытуын сұраймыз. Бүгінгі тақырыбымыз салыстырмалы перкуссия. Салыстырмалы перкуссия әдісі өкпе қап қуыстарының патологиясын анықтауға мүмкіншілік береді. Салыстырмалы перкуссия бізде екі жақты симметриялы түрде жасалынады. Салыстырмалы перкуссияның соққы күші орташа болады. Және де бұл кезде шығатын дыбыс ашық перкуторлы дыбыс. Салыстырмалы перкуссия бірінші бұғана сүйегінің үстінен бастап жасаймыз. Қолдарды кеудеге толығымен жанастырамыз. Сосын бұғана сүйегінен. Төртінші, сол жақта төртінші қабырға аралыққа келгеннен кейін салыстырмалы перкуссияны сол жақтан жасамаймыз. Себебі жүректің орналасуына байланысты. Науқастың қолдарын көтеруін сұраймыз. Бүйіріне перкуссия жасаймыз. Науқастың айналуын сұраймыз. Қолын түсіріп. Жауырын қыр сүйегін параллель қойып перкуссия жасаймыз. Науқастың өз-өзін құшақтауын сұраймыз. Омыртқаға параллельді түрде перкуссия жасаймыз. Назарларыңызға рахмет. Арнамызға тіркеліп кетіңіздер.